Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз пигуди жасайтын боламыз. Кешкі асқа жасап жіберсеңіздер болады. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып аламыз. Оның үстіне 1 қасық ашытқымызды, үстіне 1 қасық тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызға суымызды құйып, жақсылап қолмен араластырып, қамыр илейміз. Біздің қамырымыз қолға жабысқақ болып шығады, қолға жабысатын болады. Қамырымыздың бетін жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына мен фарш пен пиязды қостым. Негізі капуста қоссаңыздар болады. Фарш болмаса, капуста мен пияз екеуін ғана араластырып қоссаңыздар болады. Мен бұл жолы капустаны пайдаланбадым. 2 үлкен пияз қостым және де фарш. Фарштың үстіне тұзымызды дәміне қарай және қара бұрышымызды сеуіп аламыз. Егер де фарштарыңыз майлы болмаса, қасық сұйық майды қосып жіберсеңіздер болады. Және де барлығын жақсылап араластырамыз. Ыңғайлы болу үшін қолмен де араластырып жібереміз. Барлығын жақсылап. Ең алдымен мотоваркамызды сұйық маймен майлап аламыз. Міне біздің қамырымыз көтерілді. Көтерілген қамырымызды барлығын бөліктерге бөліп аламыз. Енді қамырларымызды біртіндеп аламыз. Қамырымыз жабысқақ болғаннан кейін кішкене ғана ұн сеуіп, ұн жағып, домалақтап, салафанның немесе майлықтың астына қойып қоямыз, кеуіп кетпес үшін. Енді дайын болған қамырларымызды біртіндеп алып, оқтаумен жаямыз. Қалың, жұқа болмау керек, орташа қалыңдықта болу керек. Кейін салмасын ортасына саламыз және де шетінен бастап түйетін боламыз. Енді дайын болған пигодиларымызды мантоваркамызға саламыз, арасын алшақтатып, жабысып қалмас үшін. Пигодиларымызды 45 минутта пісіріп аламыз. Біздің пигодиларымыз дайын, пісіп шықты. Ортасын кесіп, сәбіз салат салып ұсынсаңыздар болады. Сәбіз салат маңызды емес, сәбіз салатсыз-ақ біздің пигодиіміз өте дәмді, ерекше дәмі бар. Кешкі асқа жасап жіберсеңіздер болады. Қасына кетчуп қосып жесеңіздер өте дәмді болады. Және де каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет.